Сәлем достар, сіздермен Ұлжан Жұмабайқызы. Бүгін біз өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын шелпек пісіретін боламыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Оның үстіне бір дана жұмыртқамызды саламыз. 2 шай қасық шекер саламыз. Жарты шай қасық тұз саламыз. Жарты шай қасық ас содасын саламыз. Және ең соңынан 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, осының барлығын венчиктің көмегімен жақсылап бірінші араластырып аламыз. Байқасаңыздар, бұл жерде мен ешқандай ашытқыны қолданған жоқпын. Ашытқысыз да біз шелпегіміз жұмсақ әрі үлпілдеп пісетін болады. Келесі біз ұнымызды қосамыз. Ұнымызды бірден бәрін сала салмай, осылай бірнеше бөлікке бөліп қосатын боламыз. Бірінші бөлігін қосып алдым. Енді венчикпен алдымен араластырып аламыз. Одан соң екінші рет тағы да бөлігін қосамыз. Міне кішкене бөлігін қостық. Тағы да венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Және бұл жерде ұнды бірден қосып қаттығы билеп қоймаңыздар. Біздің қамырымыз қатты болып қалса, ол көтермей қалатын болады. Міне венчиктің көмегімен араластырып болғаннан кейін ары қарай қолымызбен осылай илейміз. Қамырымыз қатты емес, жұмсақ емес, бір қолға жабысатындай етіп тұруы қажет. Содан соң осылай бетін салафанмен жауып, 10-15 минутқа тұндырып қоямыз. Міне біздің қамырымыз 10-15 минут тұрды. Осы аралықта сіздер табаларыңызға сұйық май құйып, отқа қойып қыздыруды ұмытпаңыздар. Және осының үстіне қамырымызды төгеміз де, осы ұнға ауната отырып, дөңгелетіп, ұзынша, яғни сопақша етіп жайып аламыз қолымызбен. Одан соң осы қамырымызды бірдей етіп 7 бөлікке бөлеміз. Және әр бөлігін ұнға ауната отырып дөңгелетіп жасап шығамыз. Міне дөңгелетіп жасап алдық. Бетін салафанмен жауып қоямыз. Және шетінен алып ұнға аунатып, оқтаумен жайып пісіре беретін боласыздар. Барынша жұқа қылуға да қорықпаңыздар, өйткені бұл қамыр бір қытырлап қатты болып қалмайды, өзінің жұмсақтығын сақтайтын болады. Біз бұл жеті шелпекті пісіріп болғаннан кейін де ол өзінің жұмсақтығын 2-3 күнге дейін сақтайтын болады. Енді қызып тұрған майымызға шелпектерімізді салып пісіреміз. Маған шелпектерімізді қатты қызыл қылып пісірген ұнайды. Егер сіздерге кішкене ақшылдау етіп пісірген ұнайтын болса, солай пісірсеңіздер болады. Осындай шелпегімізге ашытқы қосып, оны 3-4 сағат ашығанын күтіп, олай күтпей-ақ дәл осы рецептімен пісіріп көріңіздер, өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын болады. Және осы шелпектерімізді пісірген кезде осылай ортасы дөңкиген ортасын кішкене басып жіберіңіздер, өйткені оның астыңғы бөлігі піспей қалатын болады. Видео сіздерге ұнап жатқан болса, менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Және жеті шелпекті дәл осы әдіспен әр жұма сайын пісіріп, иіс шығарып тұруды әдетке айналдырсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді. Міне жеті шелпектерімнің барлығын пісіріп алдым. Сіздерге енді қазір осылай үзіп көрсетейін. Өте жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер. Жұма қабыл болсын.